Тоқташ. Осы балалар үйіне келгенше асығасында, сөйтесіне әрқайсының бетіне қарап, үндемей шығып кетесің. Не айтады осы сенің? Тоқташ деймін. Рауан, балалардың документін ұмытыпсың ғой? Иә, әкел. Кешке ертерек келесің ғой, қонаққа бару керекпіз. Жарайды. Жақсы жолың болсын. Рауан, көздер жаудыңда барлығы маған қарап тұр. Шыдай алмай кетем. Енді қашанға дейін осылай жүре береміз? Бір шешімге келсей? Маған салса барлық баланы асырап алар ем. Қызықсың осы сен. Балаларын жоқ деп. Бәрін бізге бере салмайтын шығар. Бізге бір отбасын балалар керек. Ал ондай балаларды біз жолықтыра алмай жүрміз. Мынау менің денсаулығым туралы анықтама құжаттар. Жалпы құжаттар дұрыс. Енді бізге әкесінің балаларынан бас тартқан туралы анықтама қажет. Ол міндетті түрде керек па? Бір жыл болды үйге қонбай жүргеніне. Не ақша таппайды, не жұмыс жасамайды, анда-санда бір келгенде жанжал шығарып балаларды шошытады. Осының өзі жеткіліксіз ба? Енді біз заңға бағынуымыз керек. Сіздер әлі күйеуіңізбен некедесіздер. Оның үстіне анда-санда келіп тұрады екен. Мүлде хабар-ошар жоқ болып кетпеген. Енді мына қағаздан мен жағдайымды оқып біліп отырсыз ғой. Мен о дүниелік болып кететін болсам, балаларымды андай әкеге сеніп тапсыра алмаймын, мені түсініңізші. Олай болса, сотқа барып ажырасу туралы арыз беріңіз. Не істеп отырсың? Алинаға арнап моншақ тізіп отырмын. Әдеме? Алина? Ол кім еді? Балалар үйіндегі Алина қызыңыз ше. Иә. Бірақ Алинаның жасы 15-те ғой. Дегенде бой жетіп ертең тұрмысқа шығуға тура келеді. Содан кейін не болады? Тағы отырамыз ба жалғыз? Сол жағын ойлап, шешім шығару керек. Азамат пен Асланның аяқтарының размерлері бірдей екен ғой. Өткен жол апарған аяқ киімдерім шап-шақ келді. Енді осы жол оларға әдемі сыйлық жасағым келіп тұр. Көп ұзамай біздің үйде бала жүреді. Мен жұмыстан келгенде әке деп алдына жүгіріп шығады. Әке мен бала болып, екеуміз сырласатын боламыз. Біреу ғана емес. Бірнеше бала жүрсе ғой. Мен көп балалы ана болғым келеді. Біз ойлағандай бәрі бола қойса қане. Бағымызға қарай көреміз енді. Алина, сен соңғы кезде көңіл жүретін болсын, я? Отбасым болса деп көп армандайтын едім, сол арманым жақында орындалатын сияқты. Мен тұндым. Тұдым, что сестра Джаудыр заберете отсюда? Дәл таптың, Жаудыр әпкенің көзінен мен өз анамның көзіндегі мейірімді көремін. Я, Жаудыр әпке өте мейірімді. Ол бәріміз жақсы көреді. Менің анам төсек тартып жатқанда, жанына барып отырсам, маған сондай мейірімді көзбен қарайтын еді. Анам қайтыс болғаннан кейін мен ешкімнің көзінен ондай мейірімді көрген жоқпын. А я не хочу отсюда уезжать. Надеюсь, что папа никогда не заедет за мной сюда. Не үшін сонша әкеңнен көңілің қалған? Мен әкем күн сайын арақ ішіп,
айқайлап осқан. Кейін мамам полиция шақырған, и оны емдеуге апарған. Мүмкін әкең жазылып алып кететін шығар. Білмеймін, я никогда не видел его здоровым. Ал мен әкемді бір көруді армандаймын. Әкем тірі, бірақ оның басқа отбасысы бар. Еғаби, сен немені ажырасам деп сотқа арыз жазып жібергенсің? Маған ескертпейсің ба? Әлде не басқа бай тауып алдың ба? Енді не істеуім керек мен? Не ақша таппасаң, не бізден хабар алмасаң. Менің емес сенің басқа біреуің бар. Сол сайқалдардың кесірінен бала шағаңнан безіп жүрген жоқсың ба? Қандай сайқал, а? Қанат, Нұрайдың, жүріңдер сыртқа барамыз. Сен өзің бара бер, сосын алып аламыз. Жүріңдер дедім ғой, қазір босқа таяқ жеп қаласыңдар. Қанат, жүр сыртқа барайық. Қазір әкем бізді көріп ашуланады. Жібер шашымды тартпашым деген баланы өлтіресің. Сен маған қашаннан бері сөз қайтаратын болғансың, а? Тілің шығайын деп тұр сенің, е? Жібер дедім саған. Жуырмаған сенің. Тоқта бермей. Тоқта берген. Қой дедім саған. Қойшы балаларды қорқытасың, шошып қалады. Болды. Әке, тиіспеңіз анашым. Анасын ұрмаңыз. Әкеңе қалай сөйлеткейсің, боқ мұрына? Қой. Таяқ жемей тұрғанда құрындар бекет талаған. Құрындар қалаға кетіңдер. Қойшы дейм болды. Сен не? Ажырасам дедің ба, ажырасам болды. Енді көрмегенім сен болсын, балалар да шаршап. Ажырасқанда қайда барасың сен, а? Қайда барасың білем, сенің шақырған болмасын онда да. Сен бәрін наған жауап берме. Өзіңнен де... Алло, полиция? Анашым, сіз ауруханаға кетесіз бе? Жедел жәрдеммен келген апай солай айтты ғой. Сіз ауруханаға кетсеңіз бізге кім қарайды? Анашым, әкемді полициялар сіз өртеп қамап қойды ма? Анашым, неге жауап бермейсіз? Иә, айта қойыңдар, не дейсіңдер? Жандарым менің. Ой, қалайсыз апай? Жақсы, қалайсың, тәуірсің ба? Иә, бүгін жақсымын. Балалар, сендер далаға шыға тұрыңдаршы, мен апаймен сөйлесіп алайын. Келіңіз, отырыңыз. Апай, осайда пәтер ақысын бере алмайын деп тұрмын. Айың жақын, күнің жақын деп ешқай жер жұмыс қалмай қойды. Сендердің де жағдайларыңа қарап келдім. Менің де кредитім бар. Жеп отырған наным. Сол 2 айдың пәтер ақысын бермей қойыңдар. Сендерге көмегім болсын. Бірақ ертең үйді босатыңдар. Рахмет, апай. Кешіріңізші, мен ұялып тұрмын. Ертең онда бір клиент алып келем. Өздеріңе үй іздей беріңдер. Жақсы. Анашым, сізді бір кісі шақырып тұр есік алдында. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қарлығаш Асанова ғой, Иә, мен. Есім Айдар болады. Сіздің жұбайыңыз Ерсін Әділовтің бойынан наша шеккені анықталды. Оның үстіне сіздің денсаулығыңыздың ақауы бар екен. Сол себептен балаларыңызды жетімдер үйіне алып кетуіміз керек. Не? Не үшін? Өйткені сіз барлық уақытта дәрігердің қарауында болуыңыз керек. Оның үстіне сіздердің баспаналарыңыз да жоқ екен. Сол себепті рұқсат етіңіз. Қашан соттың шешімі шығып, рұқсат етпейінше көңілім тынышталар емес. Шевдер, неге сонша уайымда қорқасың? Құжаттарын бәрін жинап тапсырып қойдық. Енді сот шешімі күту керек болды. Енді әлі күнге дейін үйімізге кеп, жағдайымызды тексерген жоқ қой. Біздің жағдайымыз кімнен кем? Тексерсе тексере берсін. Бұл үйге қанша бала болса да сияды. Аллай, әйтеуір бәрі сәтті аяқталса екен.
сонша асығасың? Сабыр сақта. Бәрі өз уақытымен. Сол шыдай алмай жатырмын, Рауан, шыдай алмай жатырмын. Білмеймін неге екенін. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Марал. 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 Кел мұнда. Жандарым мен. Бәрі маған қараңдар. Мені ертерек жазылып кетсін десеңдер, жыламаңдар, жарай ма? Уайымдамаңдар. Ол жерде сендерге жатар жай бәрі бар. Жейтін тамақ, киетін киім. Анашым, ол жаққа бармай қояқшы. Мен тамақты өзім жасай берем. Шын айтам. Тамақ жемей-ақ жүре берем. Мен де барым келіп тұрған жоқ. Анашым, ол бөтен балдармен қалай ұйықтаймыз? Сендер түсініңдер, ол жақта сендер тек уақытша боласыңдар. Кейін өзім барып алып кетем. Сіз қашан қай күні келесіз? Қазір сендерді апарып жайғастырам. Сосын азандамна пәтерді тапсырам. Емханадан шыққаннан кейін сендерді өзім барып алып кетем. Қарлығаш Асанова. Тездетіңіз. Қайдан келіңдер? Мыналардың аузына құм қойылып қалған сияқты ғой. Аттарым кім? Қытай жастаршы. Аслан қоя беріш жатырғап тұрған сияқты ғой. Кейін жақсылап таныс оламыз. Жүріңдер, аналарың қайтайын деп жатыр. Түртіп қалсаң жылап жүрейін деп тұр ғой. Да, видно, что они плакали. Уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады. Балалармен тез тіл табысып кетеді. Анашым, тез жазылып кетіңіз. Біз сізді күтеміз. Анашым, тез қайтып келіңіз. Мен сізді сағынам. Анашым, мен қазірден сізді сағынып атым. Балалар, тыңдаңдар. Сендер өте ақылдысыңдар. Бір-біріңмен тату болыңдар, жарай ма? Төбелеспеңдер. Ешкіммен ұрыспаңдар. Таласпаңдар, жарай ма? Сіздің барғаныңыз дұрыс. Әйтпесе балалардың жүрегін қатты ауыртасыз. Жарайды. Сендер осы жерден кіре беріңдер. Мен арттарыңнан кірем, жарай ма? Қане, кім ақылды, тезірек кіріңдер бар. Балалар сізге аманат. Анашым, кетпеңізші! Анашым! Кетпеңізші! Анашым! Кетпеңізші! Анашым! Кетпеңізші! Сендердің бақтарыңа қайтсем де ауруымды жеңуім керек. Сендер үшін өмір сүрем. Жандарым менің. Аллам, егер де олай-бұлай болып кетсем, балаларымды жылатпашы. Менің көрген қиыншылығымның бірін де көрмесінші. Сен әлі ұйықтамағансың ба? Сыртқа шығып серуендеп қайтайықшы, Рауан. Тыныштық па? Түн ішінде? Таза ауа жұтып қайтайықшы. Жарайды. Дала суық. Үстіне киіп шығып болды ма? Жақсы.
Рауанның не? Бұнысы несі? Жаңа туған нәресте ғой мына? Байқашы, абайла. Естері дұрыс па? Кім тастап кеткен? Қарашы жан-жақты. Кім бар? Көрінбей ме? Кім бар? Рауан, баланы ішке алып кірейікші. Жаурақ қылмасын. Ая. Аш есікті. Абайла. Я жаратқан ием, Раббым, осы соңғы тілегімді қабыл алшы. Балапаным осы отбасының мейіріміне бөлеу өссінші. Жаным сол. Жаным-ау, жарым-ау. Тәтті я, Рауан, қарашы. Иә. Баған қарайды. Құдай бере саған. Ашар. Қалай ойлайсың? Үйге алып келгеніміз дұрыс болды ма? Әлде полиция хабарласса қайтеді? Жоқ, Рауан. Анасы тым жас шығар, оң солын білмейтін. Баланы әдейі біздің үйге тастап кетіп тұр. 4-5 жасқа толғанда. Анасы еңіреп жылап кеп тұрса қайтесің? Бәрібір бермеймін, Рауан. Баланы мен тауып алдым. Алла баланы менің тілегіме берді. Осы баланы мен де қаламайды деп ойлайсың ба? Бұл саған сувенир емес қой, үйде сақтап қоятын. Асырасақ та, заң бойынша асыра болуымыз керек. Сендер неге бөлектеніп отсыңдар? Келгендеріңе бірнеше күн болды. Үйренісетін уақыттарың болды ғой? Мен емес, інілерім ғой бөлектеніп жүрген. Мамамды сағынып жүр. Жүріңдер, футбол ойнаймыз. Сенге ешкім тиіспейді, қорықпаңдар. Ой, інілерім торымыз ғой. Қашанғы ешкіммен қосылмай жүресіңдер. Іштері де пыспайды екен, я? Марал әпке, ішке кірейікші. Сен мені қашаннан әпке дейтін болғансың? Мен де енді сені сіз деп сыйлаймын. Анам айтып кетті ғой, бір-біріңмен тату болып сыйласыңдар деп. Жәудір. Жай сөйлесейші, бала ұйықтап жатыр ғой. Ая, Тыныштық па? Не үшін шақырыпты? баламыздың әке-шешесі анықталыпты. Анасының денсаулығы нашар болған екен. Баламызды босанғаннан соң көп қан жоғалтып қайтыс болған. Ал әкесі әке құқығынан айырылған. Қазір түрмеде екен. Сонда біздің үйге өзі әкеп тастаған ба? Я болжамдар бойынша өзі әкеліпті. Үйіне бара сала жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер келем дегенше жан тапсырыпты. Біздің баламыздың жоқ екенін қайдан білген? Рауан, баланы енді бізден тартып ала ма? Тартып алған несі? Қайта бізге бала қосып береді. Қалай сонда? Біздің палуанның бір әпкесі, екі ағасы бар екен. Бір отбасын балаларын ажыратпау үшін бізге бәрін қосып береді. Сот шешімде қабылданған. Алла менің тілегімді орындады. Ниетім түзу екен. Жәудір, тек сенің емес, қос ананың ниеті мен тілегі. Онда баламызды балалар үйіне апарып бауырларымен таныстырайық та.
әрине таныстырамыз. Алина, саған мен өз қолымнан қараш моншақтан әдемі білезік тізіп әкелдім. Әкел қолыңды. Әдемі, иә? Рахмет, Жодыр әпке. Мен сізді сондай жақсы көрем. Жарығым сол. Сендерге жаңадан балалар келген ба? Иә, бір айдан асты. Үшеуі бір отбасыдан екен. Сыйлығым ұнады ма? Өте қатты ұнады. Рахмет. Жаным сол. Үшеуі де өте тәрбиелі. Алғашында аналарынан айырылғанын айтсақ та еш сендіре алмадық. Кейіннен мазардың басына алып барып, Құран оқытып, көздерімен көрсетіп қайттық. Одан кейін сұрамайтын болды. Біз балаларды бауырымен таныстырсақ, шошытып алмай, былай түсіндіріп айтсақ. Иә, әрине. Алғашында 3 күндей адаптациядан өтеді, кейіннен алып кетулеріңізге болады. Рахмет. Осындай тәтті бөпелерің болғанын қалайсыңдар ма? Әрине, менің адамның ішінде осындай бөпе болған. Бірақ ол қазір жоқ. Олай емес, ол бар. Анамның ішіне бөпе осы емес пе? Оны саған кім айтты? Аслан айтты. Сендердің бөпелеріңді осы кісілер асырап алған деді. Рас па? Бұл сонда біздің бөпе ме? Иә. Әкемді шипілескен. Алай. Байқа. Қандай тәтті. Есі күшті? Өте күшті. Өте күшті. Өмір сүргім келмейді. Мен ешкімге керек емеспін. Олай айтпа жаным. Біз сені жақсы көреміз. Ақылды қызсың ғой. Болды жаным, болды. Дайынмыз ба?